Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмі кереметте испанский чизкейк дайындаймыз. Бұл сатылымда қымбат бағаланатын десерт түріне жатады. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіз. Ең алдымен творожный сырымызға шекерімізді салып, миксердің орташа жылдамдығында осылай араластырып аламыз. Творожный сырды көп араластырудың қажеті жоқ, шамамен 2-3 минуттай араластырсақ жетеді. Келесі кезекте 3 жұмыртқамызды кезектесіп біртіндеп сала отырып, тағы да араластырып шығамыз. Содан соң 33%-дан жоғары сливкимізді құйып, тағы да миксермен араластырып аламыз. 33%-дан төмен сливкиді пайдаланып жүрмеңіздер, ол кезде сіздер чизкейк шықпай қалады, себебі олар өте сұйық болғандықтан қоюланбайды. Соңында осылай бір ас қасық жүгері крахмалын салып жібереміз. Егер сіздерде жүгері крахмалы табылмаса, бір ас қасық ұнды пайдалансаңыздар болады. Барлығы толық біріккеннен кейін осындай 20 диаметрлік формаға жанына пергамент қағазын төсеп құйып шығамыз. Пергамент қағазын биіктеу қылып қоя берген дұрыс, себебі пеште пісу барысында чизкейгіміз өте қатты көтеріледі, сол кезде жан-жаққа ағып кетпейді. Чизкейкіміз біркелкі болып пісу үшін осылай пешке салмас бұрын қолымызбен қозғалтып аламыз және 150-160 градуста 50-45 минуттай пісіріп аламыз. Пештен шыққан кезде чизкейктің ортасы осылай қозғалып тұрады. Бірден пайдаланбаймыз, 2-3 сағат бөлме температурасында суытып алып барып қолданамыз. Осылай бетін өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Шоколад жақсаңыздар да өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.